ағайындарды апарудың данныйын жаңағы қалай тіркелеміз сұрақтар көп қой. Кеше арақ мен де қызығып плеймаркеттен жүктеп алдым. Қазақша отандық бағдарлама екен, ал бізде енді отандық өнімді қолдайық, қазақ жүргізушілерді жаңағыдай демеуші болайық, енді бізде пайдаланайық, қызметін көрейік деп барсам, анаған кіресіз, телефон жаңағы тілі ұрып тұр, бірінші минус. Сосын оның қазақша несін іздедім, үстінде жазылып тұрады екен қазақ тілі деп. Бірден қазақ тілі болу керек, өйткені мемлекеттік тіл қазақ тілі. Одан кейін қайда дегенді жазып, әбден Яндекс драйверге үйреніп қалғансың, ана жаққа жазасың, сосын тапсырыс беру деген батырма жоқ. Одан кейін бағасы екінші минус, үшінші минусы бағасы көрсетілмейді. Мен мүмкін маған керек емес шығар, мүмкін мен басқа неткім келетін шығар. Ол жерде олай таңдау ешқандай несі жоқ. Үшінші минусы анау жүргізуші таңдап тапсырысында қабылдай салады екен, сонымен сен мына жақта не істерін білмей, қай жақта бас тартуды қалай, онда ал жақта мынандай стрелкалар бірдемесін әйтеуір бірдемеге бас тарттым, өйткені бірдемені бас жібердім. Қысқасы айтқанда маған ұнаған жоқ жүктеме. Одан кейін жаңағыда 2-3 минустары, тағы да минустары бар шығар, білмеймін. Енді қазір шағым, назым, енді қалай айтсам екен, енді өз қазағыма ештеме айтқым келмейді, бірақ бірдемені жасамас алдым. Одан кейін жасап болғаннан кейін қазір осылай қатты жарнама жасап жатқанда, ол біткен іске сыншы көп дейді, біткен асқа жеуші көп деген сияқты. Сол біткен істі толығымен шайнамай жұтатындай қылып солай шығару керек та, соқырға таяқ ұстатқандай қылып. Кіресің, тіркелесің, қайда мекен-жайын бірден навигациямен белгілі болады, мұнда барам, мұнда эконом, комфорт, осындай, мынанша. Оп-оңай ғой, ештеме қиыны жоқ соның. Сосын тапсырыс беруді басасын, бір 2-3-4 батырма болды. Жоқ, оны соншама қаз бақырып жарнамалады, ойбай күніне пәле мың тауып отырмын. Енді тапсаңда тауып атқан шығарсың, бірақ маған ұнаған жоқ.